Еліміз енді ғана егемендік алған тұста 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашақ бағдарламасын жүзеге асырды. Халықаралық стипендия дарынды жас қазақстандықтарға әлемнің үздік университеттерінде білім алуға мүмкіндік береді. Ұлт көшбасшысының жарлығымен 1993 жылы 5 қарашада қабылданған бағдарлама 1994 жылдан бері жылма-жыл қазақстандық жастарды шетелдің алдыңғы қатарлы оқу орындарына жіберіп келеді. 23 жыл ішінде бабаларымыздың аяғы тимеген жерде мыңдаған бойжеткен мен бозбала білімін тиянақтады. Осы мүмкіндікті пайдаланғандардың бірі тараздық Бейбіт Жүнісов. Ол Англия елінде заң мамандығы бойынша білім алған. Қазір Тараз қаласындағы Жамбыл қазақ-түрік есеп экономикалық колледжінде шәкірттерге тәлім береді. Айтуынша, бүгінде білім алам дейтін жастарға мемлекет аянып қалмауда. Осы 2014-2015 жылы Колчестер деген қалада, Эссекс деген университетінде өз мамандығым бойынша, қаржы мамандығы бойынша магистратураны бітіріп келдім. Мүмкіншілік беріп атқан мемлекетімізге, халқымызға, президентімізге көп рахметімді, алғысымды айтам. Және де осындай өзімнің жұмысымды жалғастырып, туған өлкеміз Тараз қаласына жақсы септігін тигіземіз деп ойлаймын. Қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады. Сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы қажет. Елімізде қабылданған 12 жылдық білім жүйесі, Кембридж тәсілі бойынша оқыту ұсынды және тағы басқа бағдарламалар мен реформалардың бастамасы елбасының ұсынысынан шығуда. Бүгінде 30 жылдан астам осы салада ұстаздық еткен Әлия Манауқызы жүзеге асырылып жатқан бұл шаралардың оқушылардың үздік халықаралық стандарттар бойынша сапалы білім алуына жол ашатындығын айтуда. Сондай-ақ президентіміз білімге деген көзқарасы дұрыс деп сенемін. Мысалы, Назарбаев мектептері ашылып жатыр, Назарбаев университеті ашылды. Келешегіміз, балаларымыз біздің елімізді көркейтіп, бұдан да жоғарғы деңгейге көтереді деп мен сенемін. Жетістігі мол жедел іске алып келер табысты жоба арқасында қазақстандық жастар сапалы білімге қол жеткізді. Бүгінде елімізде іске асқалы жатқан 5 күндік білім беру, 3 тілді білім беру, серпін сияқты білім беру саласын дамытуға бағытталған бағдарламалар нәтижесін көрер күнде алыс емес. Бір ғана анық бар, алған асуларымыз ата-баба қанымен, ұлт арманымен келген тәуелсіздік пен бейбітшілік бесігіне айналуға қажыр қайратын аямаған елбасы еңбегінің нәтижесі. Мерей Байет, Арман Сабыр, 7/7 News.